Атымтай Жомарт өте бай, бірақ қарапайым өмір сүрген адам. Ол күн сайын еңбек етіп тапқанын мұқтаж жандарға таратып отырған. Оның ойынша шын байлық халыққа пайда келтіру. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам, Атымтай. Сенің байлығым, қолыммен тапқан адал еңбегім мен бөліскен жақсылығым. Атымтай, сізге табынушылықпен қараймыз. Рахмет ағайындар. Атымтай аға, бізбен ойнайық. Жарайды балалар, кейінірек ойнаймыз. Біз сізді мақтанудамыз. Аға, қарным аш. Ал балам, тоқ бол. Егер бәрін таратып берсем, неге өзім жұмыс істеймін? Себебі адал еңбек адамды адам етеді. Балалар, мен бүгін бір қызық әңгіме айтып ертеде бір қария болыпты. Ол кісі балаларға әрдайым жақсылық жасауды үйрететін. Сондықтан Атымтай Жомарттың елге әсері адамдарды мейірімділікке, еңбекқорлыққа және жомарт болуға үйретуі. Ол халыққа шынайы байлықтың ақша емес, жақсылық жасау екенін көрсетті. Шынайы байлық жүректегі мейірім мен қолдағы еңбек.